Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бірінші тағамдардың құрамына кіретін, яғни первое блюдо шурпаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл шурпаны жалпы өзбектердің тағамы деп жатады ғой, бірақ оған келіспеймін. Негізі тек қана өзбектерде емес, барлық түркі тілдес халықтардың кухнясына жататын сияқты бұл шурпа. Ал ісімізді бастайық. Әдеттегідей керекті ингредиенттердің тізімін қызымды алаңшайық деп отыр. Керекті ингредиенттердің тізімін әдеттегідей видеоның астына қалдыратын боламын. Бұл сорпаның ерекшелігі барлық көкөністер үлкен болып туралады. Ең бірінші жуадан бастайық, себебі сорпа қайнап жаңа көбігін алғаннан кейін сразу ең бірінші жуаны салатын боламыз. Екінші морковты саламыз, яғни сәбізді. Жалпы барлық көкөністерді пісу уақытына қарай салған дұрыс негізі. Бірінші картоп салып тастасаңыз, ол пока сәбіз піскенше езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан ретімен жаңа видеода көрсетілгендей қылып, бірінші жуаны, одан кейін сәбізді, одан кейін картопты, сонан соң помидорды, әлі перец саламыз, светофор перец, ол деген пісуге жақындағанда бір 15-20 минут қалғанда салынатын зат. Міне осылай видеода көрсетілгендегідей барлық көкөністерді ірі қылып турап дайындап қоямыз. Ал сорпамыз қайнап, көбігі бетіне шыққан кезде көбігін алып тастаймыз. Егер де сорпаңыз әдемі, прозрачный болып шыққанын қаласаңыз, сорпаңызды міндетті түрде баяу отта пісіруіңіз керек. Жай қайнап тұратындай қылып. Ең бірінші міне жуаны саламыз, одан кейін тұз саламыз дәміне қарай. Содан кейін шамалы қайнатып аламыз, где-то бір 15-20 минуттай. Одан кейін сәбізімізді саламыз, тағы да бір 15-20 минуттай қайнатамыз. Сонан соң картопымызды саламыз, помидормен бірге. Және дұрыстап тұрып қайнатамыз. Картопыңызды тексеріп қойыңыз арасында, себебі картопыңыз пісіп езіліп кетпесін. Пісуге бір 15-20 минут қалған кезде болгарский перец, яғни светофор перецті салып жібереміз. Бұл перецті ерте салып жіберсеңіздер, ол қайнап тек қана қабығы қалып, ішіндегі жұмсағы сорпаға шайылып кетуі мүмкін. Сондықтан ең соңында пісуге жақындағанда саламыз. Негізі осы сорпаға дәм беріп тұратын, ерекше дәм беріп тұратын осы перец деп ойлаймын. Осылай, осыдан кейін 15 минуттай қайнатып аламыз. Сорпамыз өте әдемі болып пісіп жатыр. Етіңіз егер ірі болса, оны пісуге жақындағанда сүзіп алып, турап, қайтадан сорпаға салуыңызға болады. Міне етімізді турап сорпаға салдық. Сонан кейін бір 5 минуттай қайнатсаңыз, уже сорпамыз дайын. Міне достар, сорпамыз қандай әдемі болып шықты. Егер бұны көк жуа немесе укроп петрушкалармен сәндеп дастарханға тартсаңыз, өте дәмді болады. Менде укроп пен петрушка болған жоқ, тек қана көк жуа болды. Соны салдым. Прям деген аппетитный күшті сорпа болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер сіздерде. Егер сіздерге ұнаған болса, видео рецептін, міндетті түрде видеома лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.